Мен Шаримова Жадыра Бастыбаевна мектепке дейінгі білім беру саласында еңбек етіп жүрген тәрбиешімін. Өмірлік ұстанымым адамды алға жетелейтін уақыт емес, түсінік. Туған жерім Солтүстік Қазақстан облысы, Ақжар ауданы, Құлыкөл ауылы. Білімім 2011 жылдан 2014 жылға дейін Көкшетау қаласындағы академия мекемесі құрамындағы колледжде білім алып, мектепке дейінгі білім мен тәрбие мамандығын меңгердім. Еңбек жолым 2019 жылдың 28 қазаннан бастап Солтүстік Қазақстан облысы, Уәлиханов ауданы, Кішкенекөл ауылындағы МК Балдәурен балабақшасында тәрбиеші қызметін атқарып келемін. Еңбек өтілім. Жалпы педагогикалық еңбек өтілім 9 жыл 7 ай. Отбасым 3 бала тәрбиелеп отырған анамын. Жетістіктерім. Еңбек жолымда балабақшашылық және аудандық деңгейдегі іс-шараларға белсенді қатысып, оң нәтижелерге қол жеткіздім. Атқарған еңбегім әріптестер мен ата-аналар тарапынан жоғары бағаланды. Ұстанымым. Менің кәсіби ұстанымым әр баланы жеке тұлға ретінде қабылдап, оның бойындағы қабілеті мен дарынын ашуға жағдай жасау, баланың жүрегіне мейірім мен сенім ұялату. Мақсатым. Білімді, тәрбиелі, ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген, өз ойын еркін жеткізе алатын, жан-жақты дамыған ұрпақ тәрбиелеу, балалардың шығармашылық қабілетін дамыту арқылы болашаққа деген сенімін қалыптастыру. Балалармен жұмыс барысында ойын технологияларын, шығармашылық тапсырмаларды және заманауи әдіс-тәсілдерді тиімді қолданамын. Әр баланың қызығушылығын ескере отырып, қауіпсіз әрі мейірімді дамытушы орта қалыптастырамын. Тәрбиеші мамандығы үлкен жауапкершілік пен жүрек жылуын талап ететін қасиетті кәсіп. Осы жолда адал еңбек етіп, бар білімім мен тәжірибемді балалардың жарқын болашағына арнауды басты міндетім деп санаймын.